Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Бүгін біз достық туралы, жолдастық туралы Ыбырай Алтынсариннің ертегі әңгімесімен танысамыз. Жаман жолдас деген және Дәнеш Ахметұлының балаларға арнаған ертегісімен танысамыз. Бұл ертегі заманауи ертегі деп аталады, қимас достар. Енді өздеріңде мүмкін мектеп бағдарламасы бойынша бұл Ыбырай Алтынсариннің әңгімесімен таныста боларсыңдар, мұқият тыңдап отырыңдар, иә? Жалпы достық деген қандай болу керек? Кім айтады? Достық деген, дос деген адамның досы қандай болу керек, айта қой? Дос ол адал болу керек, досына көмектесу керек. Жақсы. Ал кімнің жақсы жолдасы досы бар? Кімде дос бар? Кәне айта қой, сен досың кім? Жарас. Ол ешқашан мені қиын сәтте қалдырған жоқ. Ұлы ұстазымыз Ыбырай Алтынсарин атамыз қандай әңгіме қалдырды екен бізге, оқып тыңдайық, иә? Жаман жолдас деген әңгімесі бар екен. Екі дос бала орманда келе жатып, аюға ұшырасыпты. Бұл екі баланың біреуі әлсіз, ауру екен. Екіншісі мықты бала аюды көрген соң, ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетеді. Ауру байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ. Жерге құлады да созылып, өлген адам болды да жата қалды. Аю өлген кісіге тимеді деп естіп жүреді. Аю бұл жатқан баланың қасына келіп, иіскелеп тұрды да, дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп, аурудан сұрапты. Достым, аю құлағыңа не сыбырлап кетті? Ауру айтты дейді. Аю құлағыма екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деп сыбырлады дейді. Ал енді балалар, осы әңгімеден екі дос қайсысы дұрыс жасамады? Досының қалдырып кетті де жүгіріп кетті. Қалдырып, өзі не істеді? Ағашқа жүгіріп? Ағашқа шығды. Ал ауру бала ол құлап қалды. Сосын ол өлген болып жат қалды. Сосын аю оны иіскеп одан кет қалды. Жақсы, біз әрқашан достарымызға қол ұшымызды созып көмектесуіміз керек. Келісеміз бе? Екі баланың, жалпы адамның арасындағы достық туралы әңгіме оқыдық, иә? Енді келесі авторымыз біздің Дәнеш Ахметұлы осы балаларға арнап заманауи ертегі жазыпты. Бұл жерде техникаларында арасында бір-біріне деген достық, сыйластық, қарым-қатынас болады екен. Ендеше тыңдайық. Арқасына ауыр бөшке қондырған жанармай таситын машина ақ қанат алып лайнерге қызмет еткеніне дән риза еді. Әрі соны мақтаныш етіп, өз серіктестеріне желпініп те қоятын. Сендердің тірліктерің кәдімгі тасбақа тірлік қой, дейтін салқын тіл қатып. Ал менің досымды айтсайшы, ылғи көк аспанда қалықтайды да жүреді. Және ажары қандай сабаздың, тек аспан періштесі дерсің, ол күй талғамайды. Күні де қап-қараңғы, түннің де қағаған аяз, жер әлемді сапырған дауылың да бұйым емес. Ұшу ырғағынан әсте жаңылмайды. Белгілі уақытында ұшады, белгілі уақытында қонады. Ой, қандай рақат, әне, өмір деп осын айт. Алып самолетке қызмет ету көрінген машинаның мойнына жазыла бермеген. Мен неткен бақыт дедім. Оның бұл сөзін естігенде серіктері не айтсын? Іштей құптаған сыңай танытып, өз ризашылықтарын білдіретін. Бөшкелі машина болса, өзі шығарып салып, өзі күтіп алатын. Ұшақтан көп жаңалық естіп, ұзақ сырласатын айтып, әңгіме арқауын соза түсетін. Бірақ бұл айтқандарының көбі мүлде өтірік еді. Өйткені машина ешқашан ұшақпен сырласпайтын. Сырласпақ бұлай тұрсын, жадырап бір әңгіме шертіп те көрген емес.
Бір күні машина, осы мен алып лайнерден несіне жүрексіне берем? Шынында да бір сырласып көрейінші, деген ойға келді де, оның келуін күтті. Межелі сәтінде алып лайнерде келіп қонды. Машина құлдыраңдап алдынан шықты. Армысың көк тәңірісі, деді үні тарғылдана шығып. Жерге қонған қадамың құтты болсын, ылайым өстіп қапысыз қонып, біз бейбақты қуанышқа кеней бер. Әй, не айтып кеттің? Деді ұшақ жақтырмай, қойшы басымда ауыртпай. Сөйтті де оң жағында тұрған дәл өзіндей нән ұшаққа қарап, әлдене жайында шүйіркелесіп кетті. Машина аз тұрып кері қайтты. Енді тұрғаннан не пайда? Серіктесі ұнатпай тұрған жоқ па? Мазалама деді ғой. Шынында да ұзақта алыс жолдан енді оралған көк тәңірісін жөнсіз мазалау дұрыс емес. Мүмкін басы ауырса, ауырып та тұрған шығар. Өстіп шет жағалап сөйлеп, ақыры шын сырластың өзіне айналармыз деген ой билеген машина келесі күні кезекті сапардан оралған шақты тағы қарсы алып, базыналық білдіріп еді. Көк тәңірісінің мінезі мұндай деп кім ойлаған? Шарт кетті. Бөшкелі машинаға шекесінен оқшырая бір қарады да, қолды бір сілтегендей болды. Тегі маңына жуытар емес, көрінісі бөтен, репеті жаман. Ұшақ бойынан бөгде бір салқындық анық сезілгенде екен. Машина бұл жолы шын ренжіді. Шын ренжігеннің белгісі сол, ертесі тіпті одан кейінде қатарынан 3 күн қара көрсетпей қойды. Ұшақтың да тапжылмай тұрғанына 3 күн болды. Жанармайсыз қайда барсын? Дымы өшті де тұрды. Тек 4-ші күні ғана бөшкелі машина қара көрсетіп еді, ұшақ саңқылдай тіл қақты. Кел, деді ашық та таза үнмен. Келе қойшы бері. Сірә ағаңның дегдарлығын көңіліңе алып қалдың білем. Ештеңе жоқ. Үлкен болған соң кетеді де 1-2 сөз артығымен. Осы сөзді естігенде ақ көңіл машина қалай қуанды десеңізші. Ұшып кете жаздады. Көк тәңірісіне тез жетті де аяғына оратылып, бар майын көк тәңірісінің өзегіне құйып берді. Міне, сыйластық осылай жалғасты. Сәл суып кеткен көңілдер қайта қыз-қыз қайнап жылынды да, інісі, ағасын шын көңілмен шығарып салып, сағынышпен қайта күтіп алып, кей-кейде ұзақ уақыт сырласып, мауқын басып, тату-тәтті жүріп жатты. Ал енді балалар, міне біз 2-ші ертегінде оқып аяқтадық. Ал інісі ол кім? Көлік, ол машина. Қандай машина екен? Оның ұшаққа қандай қатысы бар екен? Жанар май машинасы, я ұшаққа не береді сонда? Жанар май береді. Жанар жағар май машинасы 1 рет тақалып сөйлескісі келді, 2-ші рет тақалды. Әбден көңілі қалғаннан кейін, тіпті 2-3 күн ұшаққа бармай қойды. Ол қайда барады жанар жағар майсыз? Я, ол оның отыны ғой, жүрегі ғой. Сондықтан қандай сөздер айтып, інісін бауырына тартты, өзіне тартты. Мұқият тыңдадыңдар ма? Не деп айтты ағасы сонда інісіне? Үлкен болған соң 1-2 артық сөз айтып қоятынымыз бар деді. Я, сен оған ренжіме деді. Кешірім сұрағандай болды, дұрыс айтады. Бір-бірін түсінді, өте жақсы айтасың. Сондықтан араларында не пайда болды? Достық, сыйластық пайда болды. Біз Ыбырай Алтынсариннің әңгімесін тыңдадық, және заманауи ертегі тыңдадық. Сонда осы достық, сыйластық, адамгершілік туралы қандай түйін сөз айта аласыңдар? Айта қойыңдар. Достар бір-бірін сатпау керек. Сатпау керек, өте жақсы. Тағы кім айтады? Сыйластық.
Достық деген ол сыйластық. Жақсы. Тағы не айтасыңдар? Иә. Достық деген бір-бірін түсіну. Түсіну. Айта беріңіздер, ойларыңызды тұрып, бір-бірден тұрып айта беріңдер. Ал қандай осы достық жайлы? Айта қой, тұра қой. Достық сияқты бір-бірін Тастамау керек. Тағы. Иә, айта беріңдер, кезек-кезек тұрып. Дос деген сенімді болу керек. Жақсы. Тағы. Дос дегеніміз қиын сәтте, қиын кезде досыңды қалдырмау. Қалдырмау, жақсы. Өте жақсы. Көмектесу керек. Жақсы. Осының бәрін біз осы әңгімемен ертегіні тыңдау арқылы осындай қорытынды жасадық, иә? Досы көпті жау алмайды деген мақал, әдемі мақал бар, иә, біздің қазақ халқында. Иә. Ағаш тамырымен мықты дос досын. Адам досының. Жақсы, өте жақсы. Осы күннен бастап достыққа адал, берік, үлкен, адамгершілігі мол азамат болып өсесіңдер деген сенімдемін мен. Сіздерге көп рахмет.